such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the fire when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it. I go. I'll find a way to block it. I go. Paris'in gelapsınlar. Даже оқымаған біз. Неміз оқымаған. Қалайсыңдар, есімдер қалай күшті қыдырып жатыр дейді. Иә, енді тағы бір туымыз қалды. Сен қашан қай күн обратно? Воскресенье. Бүгін нешінші күн? Қай жылдамыз? Қай жылда? Üçüncü жылдамыз. Біздер қазір кешкі Стамбул, мынау Сұлтан Ахмет дейтін жерде мынандай күшті бір ресторан астында, далада жолдас жігіттермен кездесіп, жан-жақтан келген бір ужин ішіп жатырмыз, семейный болып. Рүстем, жолдас жігіт, сіздің атыңыз кім? Бауыржан екеуі, Рүстем екеуі Америкадан ұшып келіп, мұхиттан арқылы таңертең ұшып келіп, бүгін кешке уже қайтадан екеуі Қазақстанға, Астанаға кетіп баратыр. Қоныспай, Жазира қайда кетті? Жазира екеуі бұлар жай ақша тратить етіп жүр бұлар. Ауылға келіп кетейін деп просто. Иә. Bir аптадай болады осында. Бізде де 2-3 күн боламыз осы Стамбулда, сөйтіп кездесіп қалып жатырмыз. Бәріміз осы жақта оқыдық қой кезінде. Осылай талай жүрген жерлер, адамдардан зат алып, үйген зат беріп, переводчик болып, әйтеуір қыдырып жүрген жерлер, соны енді қазір өзіміз турист болып отырмыз осы жерде. Тамағын ішіп, Ескендер жедік, күшті болып. Қалай Қоныспай, тұруға бола ма Стамбулда? Келіп кетуге болады. Келіп кетуге болады. Бірақ енді Рүстекен енді Америкадан кейін қатты қызмет болатын болар. Біздер Стамбулға келіп, бұйырса, міне Атыраудың адамдарымен Стамбулда кездесіп қалып жатыр. Қоныспай деген достарымыз, отбасылық, Жазира, жерде Рүстем бар. Марта жоқ, Рүстем өзі жұмыспен келген, мына жерде қасында жолдас жігіті бар. Қазір дұрыстап берем. Сол Стамбулдың төрінде кешкі ас ішіп жатырмыз. Ясмин отыр мына жерде, мысықтан қорқып, аяғын жинап алған. Ерхан, қалайсың? Шаршадың ба? Қазір ашып берем. Сен қалайсың? Желбіреген жапырақ жанады лапылда, төбеде тұрғанда жалғыз шырақ. Екеуміздің арамызда жалын менен мұзда, бірақ қалмаймыз мұзда. Түнделі еріндерін көрінгендей бұран белді, тапжылмаймы аңғырайын, сенен ыстық ол табылмайды. Күн мен айы, бұл күн мен айы, әлі неліктен ерлікте кеттің
tek sen үшін күллі жылаймын. Самал желмен айлықтың және көптің маған ұнайды. Тек сен жанымда болмасаң көгілдір аспаным бұлттанар мекен. Күн келмейді бұны мен мәңгі махаббат бір көргенімне. Күн мен айы Sefil radyoları var ya ülke duvarlarda. Sesini duydum onlardan, sarındım akçora gömleğine. Uyu dedim, uyudum, devam et dedim muavin yolda. Güneş yükseliyordu yüreğe giderken. Solda güneş yükseliyordu yüreğe giderken. Sararmış tütün tarlası, ileride beyaz yaş vaklı. Al basmadan giysiyle kadınlar çalışıyorlar. Yüce dağlar ileride mor, en yükseği en önce gördü yolda. Güneş yükseliyordu yüreğe giderken. Достар, бүгін біздер қазір Стамбулдың қақ төріндегі өте көне қала жерлерінің бірі болып есептелетін, райондардың бірі болып есептелетін Eminönü деген жердеміз. Мына көріп жатқан базар Мысыр базары дейді, яғни Мысыр аударғанда ол Египет деген сөз, яғни Египет базары. Сонау 1664 жылдан бері бар бұл базар. Көбінесе осындай тәтті және алтын сатады бұл жерде. Ішіне мына столбалары, мына көрінген здания бәрі сол күйінде қалған. Енді кішкене аздап реставрация жасалуы мүмкін, бірақ сол баяғы кездегі сауданың тап осы күйінде ұстап тұр ғой, кәдімгідей. Қалай болды, сол сауда солай болды. Мына жерде әртүрлі спайси, яғни тамаққа қосатын жаңғақтар, алтындар, жемістер, в общем, сатпайтын зат жоқ. Одан кейін шықсаңыз, сіз кәдімгі Eminönü'нің нағыз базарына тап боласыз. Бұл енді базар дегенде кәдімгі баяғы бізше ойластырған лавка емес, бұл көше базар. Яғни алға бір көше, оңға, солға көше болып кете береді. Бұл жерде сауданың нағыз қызған жерлері. Не алам десеңіз, не табам десеңіз бәрі табылады. Саудаласуға және өте қатты саудаласу керек бұл жерлерде. Себебі айтқан бағасы біреу, оның жартысына дейін түсуі мүмкін. Кейде болады, енді түріктер кейде жақсы көреді саудаласқанды. Тіпті кейбір нәрселерді тегін беріп жібереді, кішкентай, незначительный бірдеңелерді. Саған қосымша болсын деп. Үшеу алсаң, біреуі бесплатный деген сияқты әртүрлі акция, әртүрлі заттар сатылып жатыр. Достар, Греция хикаясын бітірдік. Аман-есен түнде Түркияға өттік. Содан тоқтамай жүріп Стамбулға келдік. Негізі кішкене
жол алыстау болып кетті, бірақ сонда да ештеңе етпес. Әйтеуір барып бір шаршаймыз ғой деп Стамбулға дейін келдік. Стамбулда енді 3 күндей боламыз. 3 күн ба 4 күндей боламыз бұйырса. Тоқтаған жеріміз Фатих деген район, яғни Фатих Eminönü нағыз туристердің жүретін жерлерінің бірі. Осы жерлерде біздер тоқтап, кішкене қыдырып, осы жерде жолдас жігіттеріміз келіп жатыр. Солармен бірге кездесіп, тамақ ішіп, мына балаларға Сұлтан Ахмет мешітін көрсетейік деп, Айя София мешітін көрсетейік деп келген жағдайымыз бар. Кішкене өзімізде демалып, машинаны айдамай, гостиница алдына қойып, осылай қыдырып келдік. Мына Сұлтан Ахметтің мешіті минарет дейді ғой. Ремонт жасап жатыр екен. Мен алғаш рет көріп тұрмын. Ананы, значит, получается, алған ғой. Шпилкасын бәрін түсірген. Көрдіңіздер ме? Бірнеше рет бүйтіп түсіргенін көріп тұрмын бар ғой. Бұл қаншама жылдан бері түсірілмеген екен. Себебі, яғни бұл түсіріп, оны қайта жинаудың өзі проблема негізі. Мынау Айя Софияның 4 мұнарасы. Көрдіңіздер ғой. 2 мұнарасы баяғыдан бері бар, одан кейінгі мұнаралар қазір ремонт жасап жатыр тағы да. Яғни өте дәлдікпен, аса инженерлікпенен жасалатын заттар бұлар. Енді турист, как всегда, баяғыша, бұл жердің туристі ешқашан бітпейді. Бірақ біз оқып жүрген жылдар менен қазіргі жылдардың арасында байқаған, мұнда қазір арабтар өте көп екен. Мынандай етіп қайталайық па? Давай. Айя София мешіті. Атақты, өте атақты бір жерлердің бірі. Дүние жүзіндегі мұсылман әлеміне, христиан әлеміне өте танымал бір жерлер. Сіздер білесіздер ғой, бұл Айя София негізі ең бірінші басында не болған? Бұл христиандардың храмы болған. Византия заманында, Рим империясынан, Османлылар жауламастан бұрын бұл жер храм болған. Османлылар жаулап алғаннан кейін бұлар мешітке айналдырған. Иса пайғамбардың, Мариям аналардың суреттері салынған қабырғалар болған. Оның бәрін сыртын жауып тастаған мен топырақпенен Османлылар. Көрінбесінде сурет болмау керек бұл мешітте. Сосын енді христианлар айтпай ма, біздер осындай үлкен зәулім храм саламыз. Сендер өздерің мешіттерің жоқ, осы мешітке айналдырыңдар, тіпті мешітте салғамайсыңдар дегенде, біздің түріктер намысқа келіп, как так не можем деп, бұдан да жақсысын саламыз деп, қарама-қарсы жерге Сұлтан Ахмет мешітін салған ғой конкретно. Сондай бір аңыз бар, яғни ерегесіп, біз де бұндайдың да салаламыз, бұндай үлкенді де саламыз, бұдан да үлкен салаламыз деп, Сұлтан Ахметтің мешітін салған қарама-қарсысына. Сосын бұны музей етіп қойған. Көп жылдар болып музей болып тұрды. Осы бір 5-6 жылдың төңірегінде бұл қайтадан мешітке айналды. Ерхан, Ясмин не алдысың? Ясмин? Люстра. Да, осындай жасаған люстра. Люстра слишком низкий. Низкий, да, чтоб мына жерге жарық түсін. Егер жоғары көтеріп қойса, онда жарық түспей қалады да, просто өте жарық болып кетеді. Мына люстралар бұрын болған жоқ. Да, видишь, ана старый рисункілер көрдің бәні картинкілерді. Бұрында сондай картинка болған, оның бәрін жауып тастаған. Қазір біздер атақты Таксим алаңына келе жатырмыз. Мына көше Истиклал дейтін көше. Яғни біз Истиклалдың қазір ең соңғы жағынан шықтық. Бұған келудің бірнеше жолы бар. Басынан түсіп келуге болады. Біз соңынан шығып, қайтадан мына көшені жүріп шығуға болады. Яғни біздер туннельден жүрдік. Туннель арқылы жоғары көтеріліп, Каракөйден туннельмен көтеріліп, қазір Истиклал дейтін көшенің соңғы жағына келдік, қазір басына жүріп барамыз. Сонда
бәрін көріп шыққан болып есептелеміз. Бұл көше несімен атақты, енді Таксим туралы информация өте көп болар интернетте. Бұл Стамбулдың, яғни айтады ғой, ночная жизнь дейді ғой, оның қазақшасы қалай болады. Түнгі өмірі, кілең, ресторан, бар, кафе, сондай пивнушка, кілең, әртүрлі гостиница, клуб, сондай орналасқан жерлері. Және бұл жерлерде көптеген не болады. Кафелер, әрине, киім, анау-мынау сататын дүкендер көп болады. Одан бөлек бұл Таксимде мынандай ортада баядан келе жатқан трамвай жүреді. Енді өте ескі трамвай, бірақ тарихи естелік ретінде қалдырған, жүріп тұрады, мініп кетуге болады. Ал одан басқа бұл Таксимде анан қараңыздар, халықты қараңыздар, қаншалық көп. Әртүрлі жиналыстар болады, митингтер болады. Кезінде болған ғой, халықтың бір араға жиналып, өзінің наразылығын білдіреді. Сондай. Не керек, в общем, өте атақты, өте қызықты бір жерлердің бірі. Көріп шығуға болады. Талай жүргенбіз енді кезінде студент болып. Бірақ енді қазір басқаша бір сезіммен. Айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде, уақыттағы алтынды. Жұмсап жүрсің көшеде, сенің қандай мақсатың? Ертең қайда барасың, тыңдап алып ақылын. Айтты менде турасын, бірақ менде арман бар. Таулардан да асатын арман бар. Шабытымды ашатын арман бар. Мұратыма жетелеп, аспандағы жұлдыздай. Саны берсең өте көп, саны берсең өте көп. Ғарышты мен армандап, бала болған кезімде балықшы боламын деп. Жазда Балқаш көлінде көңілімді аулады. Суретшінің өмірі, енді ән шырқап жүрмін. Бар доспен әлемге, бірақ менде арман бар. Таулардан да асатын арман бар. Шабытымды ашатын арман бар. Мұратыма жетелеп, аспандағы жұлдыздай. Саны берсең өте көп, саны берсең өте көп. Ерхан, біз қайдамыз қазір? Кафеде ма? Біз қазір Памуккале деген елді мекенде. Бұл енді үлкен қала емес, бұл кішкентай бір қалашық. Соған келіп, жаңа ақ травертиндерге шығып, дронмен түсіріп. Сенге біреу предупреждение алып түсірме деген. Бірақ сонда да түсіріп, суға гостиницамыздың бассейніне шомылып, денеміз зенжар болып, шаршап, кешке шықтық та, мына жерде бір 3 әйел, апа, әже отыр екен. Апа, тамақ бересіздер ме? Береміз дейді. Не бар, бізден басқа ешқандай клиент жоқ, рахат. Осындай кафелер жақсы негізі, кейде бар, ауылдың ішінде тұрады ғой бүйтіп. Пісіп берейін деп отыр бізге. Сорпа, тауықтың несі, шашлык, күріш.
Қазір тұрған жеріміз мына көшеде. Бұл жерде буфет бар. Мына біздің гостиница. Анау Денизли деген қала, үлкен қала сол. Мына жақта уже ақ травертин, оны сіздерге біздер дронмен көрсетеміз бұйырса. Мына жерде кішкентай не бар екен, дүкен бар екен. Арақ, шарап болып тұрады екен. Обычный. Адамдардың ең шет заттар болып тұрады, туристтердің. Я ойлесіне, фильм чекерім да. Мына біздің сатушы қызымыз. Бір бүттен тастардың ортасында отырған, сондай бар деп жоғарға қарай жүріп ештеңе жоқ екен. Да, ең төбесіне шыққан боларсың да. Ары қарай еще мен шықтым, сен дронға шығып Мен айтып тастадым. Енді қазір тамағымыз келді. Мынандай тортасын айырған май үстіне бұрыш салынған. Оны біздер чечевичный супқа салып, вообще мында кайф болып отырмыз ғой кәдімгідей. Нағыз қазақша, түрікше, қазақша деп күнгі ауыл. Иә, ауылдың тамағы кәдімгі. Мам, посмотри, сколько там гуден. Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz, biz böyle bilir böyle yaşarız. Oh, 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 oh. O da biliyor. Ja, қазір біздер Анталия қаласына келдік. Памуккаледе бір күн қондық, таңертең 3 сағаттық жол екен, жақын, ешқандай шаршамай, таңертең асықпай тұрып, тамағымызды ішіп, сол 11-лерде шықтық, 2-2:30-да келдік. Мында да бір квартирада тұрып жатырмыз. Квартираның фотосын артынан көрсетерміз, видеосын. Өте таза, жақсы, және бір 2 қазақ жігіт бар екен, жұмыс жасайтын соларда. Бізге қолынан келгенше анау-мынауларын әкеліп беріп тырысып жатыр. Қазір мына Анталияда кішкене аралаймыз, қаланы аралап, шоппинг-центрлерге барып, ал кешке біздің достарымызбен кездесеміз, бұйырса бір ужин ішеміз деген ойымыз бар. Анталияның қақ ортасында қазір 10-15 минутта біз Анталия молға баруымыз керекпіз. Mall of Antalya. Алысап бардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдабысың досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым, досым. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, оңайғанда тауып берер әр себебін, сырласуға маған тек сен керегі досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай, сағынамыз сол кездерді қазір қалай досым, досым. Жамандықты жасыратын қолданышым, жақсылықты асыратын қолдабысың досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым, досым.
Буратино. Sen gerek Авал. Zamanında özümüzün gördük dalay Kança rap çatılsa da geri şamay Sağınamız sol gözlerde hazır kalay Dostum Dostum I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still, I knew what I had to do, 'cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name Hopped a bus, here I came I could be brave or just insane We'll have to see 'Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think how he used to know me. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін саяхатымыздың уже белгісіз нешінші күн екені. Уже бір ай болды. Бір ай болды ма? Жоқ, 11 ғой бүгін. Августтың 12-сі ма? 12-сі. Онда июльдің 12-сіне шықтық. Ровно бір ай болды, иә? 13-іне шықты. 13-іне шықтық. 31 бар. Бір ай болды, иә? Шыққанымызда. Біз қазір Анталия қаласынан шығып, Коня қаласына кетіп жатырмыз. Осы біздің саяхатқа шығамыз деген видео TikTokқа алға шыққанда бір жігіт жазған, Кониядан өтетін болсаңыздар, бізге соғып кетіңіздер деп. Сол жігітпен хабарласып, аты Дәурен екен. Біз негізі Конияның үстімен өтеміз, әрі қарата кете береміз Каппадокияға қарай. Енді ана жігітпенен кездесіп, танысып, бір аяқ шай ішіп кетейік деп, сөйлесіп, бізді күтіп отыр. Бұйырса сол жігітке барамыз. Қазір 1 сағаттай уақыт қалды. Анталияда 2 күн болдық, 3 күн болдық. 2 түн, 3 күн болдық. Суға түстік, достарымызбен кездестік, демалдық. Бір квартирада тұрдық, апартамент. Бір 2 қазақ жігіт бар екен, Жасұлан және Тілек деген. Сол жігіттер бізге өздерінше көмектесіп, анау-мынау заттарымызды әкеліп беріп жетпеген. Сонымен қазір Конияға кетіп жатырмыз. Енді бұл Түркияның ішкі жағы. Бұйырса 1 сағаттай уақытымыз қалды. Қазақстанның үйі екен, Қазақстанның екен көрініп тұр. Дәурен деген жолдас жігіт. Танысып жатырмыз. Соның үйіне қош келдік, мына балалары, қыздары. Сол таудан аққан суды, onlar біздің үйде. Қанаттарға шығып қойған екен. Әшені бұлай жазып отыр. Мен деп, біздер Кония туралы кішкене бір мағлұмат алып жатырмыз. Дәурен бауырымыздың дастарханында ет жеп. Қанша бір ай болды Атыраудан шыққанымызға. Ет жеген жоқпыз, бауырсақ жеген жоқпыз. Керім болып отырмыз. Ал дәке, мына Кония туралы бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Кония осы бұл өте ескі қала деп есептеледі, тарихи қала деп есептеледі, діни қала деп есептеледі. Селчуктың бұрынғы астанасы болып есептеледі. Сонымен қатар бұл қалада 3 миллионнан артық халқы бар. 3 миллион, ә? 3 миллион артық халқы бар. 3300 мешіт бар.
біздің осы тұрған жерде 5 мешіт бар. Ана жеріне барамыз. Сосын мешітке барсаң бұлар балаларға, Мұхаммед спен ашпа. Балаларға не қатты көңіл бөледі. Мешіттерде біз сияқты жастар жоқ. Мұндай үлкен кісілер. Бұл жастар енді Европаға кетіп қалып, кішкене бұзылғандар бар енді. Бірақ өте тыныш қала, бүкіл осы Турция бойынша ең Коня өте тыныш қала, діни қала деп есептеледі. Ішімдік сатылмайды. Бұл Манайдың мешіт қой. 500 метр болған жерде ашықтың сатылуы болмайды. Мешітте бір-біріне етак жақын дейсің де. Сол үшін азан шақырған жерде, азан қай жерге келмесе, сол жерге сатылмау керек деп есептеледі. Күшті Сол Манайда жоқ, бұндай ешқашан мас адам көрмейміз, жаңағы. Әлі ұнап жатыр, әлі сағынышымыз жоқ Қазақстанға. Қайтып ғой, бәрі айтады ғой, қашан келесіздер, жоқ, әлі не айтамын біз. Болады ғой дейсіз, бұйырса. Рухани тыныш өте. Осы жаққа келген адамдар қайра келгісі келіп сондай бір нетіп отырады. Ал Мевлана дейтін бұл кім болады? Көйен Хазіретіміз біздің Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған, өлекісі болған деп есептейді ол жақта. Соған қалып бүкіл шетелдік туристер осыған келіп, жаңа өлеңін оқиды ғой. Біздің Абай Құнанбаев сияқты. Сол өлеңін оқып өз басына келіп, исламға қабылдап кетеді. Сонда қабір осында ма? Қабір осында. Мавзолей сияқты жасаған. Кесенесі қаланың төрі ортасында. Осы жаққа келген адам сол міндетті соғып, батасын алып кетеді. Кәдімгі Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті. Шәкірті болып істеледі. Сол кісі бірге, сол бір замандарда болған. Баяғыда оқығанды естігенбіз, осы жақ діни көп ештеңе жоқ, яғни бұзылмаған, былай бір өзімен өзі тұрған қала деп. Көп, енді асығыстар болғаннан кейін нетпедік. Иә, түсініп тұрмын енді. Тарихи үлкен 1800 жылы кеше барған мешіттер. 500 сондай ескі мешіттер. Осман заманынан қалған нелер. Тиіспеген ресторан. Селчуктар заманынан қалғандар. Иә. Өте көп құрандар. Керемет. Ескі үлкен кісілер өте жақсы бәрі. Музейдің ішінде бәрі құрандар бар. Қазақстаннан десек кәдімгілеп қош болдым деп кәдімгі қош нетеді. Қарсылап имамдардың бәрі кәдімгі көмектесуге дайын. Бұл кеп не керек, не жетпейді, жаңа бізден сұрап. Құран курстары көп болар. Көп, өте көп. Мысалы мен қазір баламды Құран курсына беремін десем, спокойно, любой жерге беремін. Дым оқи алмайтыннан Құранды оқитынға неше ай керек болады? Бір жұма шығар, қанша түсті? Яғни әріп бастап үйренуден оқып кетуге дейін. Жоқ, жаттау емес, оқу үшін. Тәжвид дейді ғой? 2 апта. Тәжвидпен бе? Тәжвид болмысы ережелерді. Иә, 2-3 апта, бір айда спокойно оқып кете алады да бала. Любой жастағы бала. Ал енді Құран жаттауға қанша кетеді? Құран жаттауға Адамға байланысты. Негізі 2 жыл береді. Хафызаға байланысты. Біздің қыз жаттап жатыр қазір, күшті жердегі жатыр. Біздің қыз. Қалай ортасына? Ортасына жетіп қалды енді әлі жеткен жоқ. Бұл жаттаған адамдарды қари дей ма? Қари дейді. Хафиз, қари дейді. Хафиз бен қариның айырмашылығы не? Хафиз деген ана Құранды мағыналарын біледі. Қари деген жатқа біледі. Жатқа біледі. Бізде қарилар бар ма Қазақстанда? Қазақстанда бар қарилар, енді көп емес. Бірақ аз ғой, иә. Әлі шетелден әкеледі. Біздің қыз неде Рамазан айында тараух түсіру үшін шетелден әкеледі. Иә, біздің Атырауға постоянно қарилар себебі бір хатын түсіреді ғой, бір Құран түсіреді, бір не де. Түсіру деген сол. Қазақстанда піспеген бар енді. Енді жасап жатыр. Күшті. Сіздерден осының мақсаты балалар ризалығы, мына керім бір не ғой, миссия ғой, иә. Бұдан артық не болуы мүмкін де. Балалар бәрі оқиды бұйырса. Садиққа барады 2-3 жыл садиққа. Жоқ, Құранды оқи алады. Жайлап да. Ну, енді оқиды, олар енді жаттау, иә, дейсі. Енді бастайды ғой дейсі. Үлкендерінен бастап. Мектепке барады, иә? Мектепте девлет мектебі, да? Күшті мектеп бар өзі. Түркше сайрайды олар. Мен білмесем де магазинге барсам осыларды алып барамын. Мен не деп жатыр? Не айтып переводчик дейсің. Бітірген, оқуын бітірді. Түркше тілін бітірді. Түрк тілін. Курс несі бар? Төмер емес пе? Төмерді бітірді. Төмер, иә. Бір жыл оқыды. Тіл курсын үйрендім, иә. Тіл курсыз университетке алмайсың. G1 уровень. А сіз магистратура оқисыз? Мен магистратура. Қандай салада? Юнитим білішім системдер. Юнитим менеджмент қой да? Өзінің несі ол маманы мен. А бұрында не еді? Бакалаврыңыз не еді сіздің? Бакалавр информационный система. Иә, менеджмент, иә. Күшті, керім. Алла разы олсын дастарханыңызға. болсын. Аман есен елге жетіп алдыңыздар. Иә, жол алыс, жайлап жылжып баратырмыз еді. Мен де қой құрсын. Тез. Мен бір үйде точно Google Maps'пен жүреміз ғой. Дәл әкеледі екен. Иә.
Anne. Біз есептедік, саяхатымыздың 31-ші күні екен. Иә, жаңа енді Дәурен бауырымыздың үйінде тамақ ішіп, күшті әңгімемізді айтып, танысып, керемет бір жанұя екен. Солардың батасын алып енді шығып баратырмыз жолға қарай. Келесі баратын жеріміз Каппадокия. Бұл да бәрімізге көп таныс туристік жер. Сол кешке сағат 3 сағат көрсетіп тұр, бұйырса кеш түспей барып алу мақсатымыз. Қазір мына Коня қаласынан шығып баратырмыз. Мевлана музейін қарап кеттік. Әдемі жер екен, ол жерге ұзақ бір уақыт келіп қарамаса, қазір аз уақытымыз аз, сондықтан көп тоқтай алмаймыз. Бұйырса жолымыз болсын енді. Жолда тағы да 1-2 жер болуы мүмкін, соны қарап кетеміз. The breeze float straight out of our lids. Them, they got booed by these Hard Rock Brooklyn kids. Us floor rush when the DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip-hop record. He touch the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep, fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, Boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes the unthought of the... Мұны жер асты қаласы, жер асты. Бұл 12 этаж болған бейт, бірақ бізге 8 этажын ғана ашқан екен. Бұрында біздің эрамыздан бұрын 4000-5000 жылдарынан белгілі, вообще тарихы белгісіз негізі. 40,000-50,000 адам тұрған дейді. Қайда? Осы жердің астында. Это что, дом был? Здесь город был, город. Подземный город. Тут холодно, да? О, kitchen дейді, мутфак. Это как холодильник. Мынау кухня дейді. Мынау кухня сияқты. Үлкен адамдардан қорқып, үш жерде тығылған болды. А почему? А где сейчас люди тут? Почему? Мына жерден көріп жүру керек, ұсталу керек, мына жерлер дейтін кәдімгі үйдің жақтаулары бар ғой. Сен үйдің жақтауында ауылдарында қарап қалды, көп қолданып, көп ашқан. Ничего не осталось? Смотри, туннель здесь закап. Ема.
Алдыңда мен келдім, артыңда бабаң келді. Қалып қойған адамдар тоқтардың дауысы. Свет төмен түскенше асып қалды. Есікті көрдіңдер ма? Тас есікті көрдіңдер ма? Қайсы? Келеді ғой жетік. Мына жақтағы жауып тастау үшін мынандай тас есікті алынған. Есік понятно. Решетка темірлер бұрыннан салынған ба? Иә, о, қазір салынған ғой. Прикинь, ана Индиана Джонс сияқты жауып тастайсың, болды. Адам өте алмайды. Сен жаңа байқамай өтіп кетіппіз ғой мына. Мен сыймай жатырмын дальше бар ғой. Мен вообще Мына жер. Келесі. Ага. Келесі. Чорч. Все, қорқынба. Химо. Квесттер настоящий, да? Жауатын уақыт емес па, саған жетіп olur. Қорқақ күріші мені итеріп отыр. Сен ойна айқайлап білдіріп отырсың ғой. Қазақстар ма? Иә. Не бар астында? Үлкен не, андай көше сияқты бірдеңе. Шығатын жағы ар жақта емес пе не? Жоқ, ар жақта, жоқ. Көк не тұр ғой. Көк сияқты ба? Астында қызық бір нәрсе бар ма? Қара үлгермей. Сиямыз ба? Свет жоқ анда. Свет жоқ па? Сиямыз ба? Біз газдан симаймыз ба? Қисайып тұрсақ. Сәл көтеріле салайық ана жерге сосын бәрі. Ар жақта проход бар олай кіріп кетіп. Парижден келесіздер ғой сіздер, иә? Ана машиналарыңызды көрдім де жаңа. Сіздер қай жақтансыздар? Біз астанадан. Бітірдіңіздер ме олимпиаданы? Бітірдік. Саламатсыз. Бәрі қолын өшіп қалды. Кәдімгі квест сияқты болып кетті ғой кәдімгі. Батареяңыз ұмытылмасын. Киелі жолда жаттап алыңыздар. Свет жасап отыр ма? Светті жасап отыр. Әсем жасап жатыр екен ғой. О! Там уже свет есть, давай посмотрим. Обратно посмотрим, хотя до один этаж спустимся. Төменнен выход бар ма деп. Ачағыда чықаш бар ма аşağıdan? Жоқ. Geri gelmemiz lazım değil mi buraya? Buradan geri gelelim. Жақсы кеттік.
Түркия шарларын ұшыру салтанатын көріп отырмыз. Мына жерде бір корзинкасымен мына шар қона алмай бір 15 минут болды әлі қайда қонармын. Машинаның үстіне қона ма? Әлде жазық жер іздеп жүр ме белгісіз. Сіздерге қонған кемпингтің обзорын жасап шығайын. Мынау қазір террасы дейді. Адамдар осы жерге келіп ұшқан баллондарды, шарларды қарап жатыр. Яғни қазір жайлап қонып жатыр. Бірақ арт жақта әлі ұшып келе жатқандар өте көп. Мына жерде уже палатка құра беруге болады. Мынау біздің палатка. Машинамыз аржында. Әрбір палатканың өзінің анандай жағатын несі бар. Лампочкасы бар. Тоғы бар. Мына жерде Москвадан келіп жатқан көршілер бар. Машинамен Москвадан келіп жатыр. Мына жерде енді европейстер көргеніңіздей машинасы жоқ жаяу жүргендер олар. Киімдерін жуып, андай таза іліп қойыпты. 2 кісілік. Мына кісі дронын ұшырайын жатыр. Мына кісінікі кемпер. Тоғын салып қойған, үстінде палаткасы үстінде. Алар енді қазақстар 14-ші регион. 01-ші регион. Алар да бірталай жерден жадырау демес жерде келіп шашлық үйін жасап, 2 палатка киімдерін ілген, бірнеше күн бойы жатқан сияқты. Ал мына жақта кім бар? ЛТ дейді. Білмедім. В общем, көршілеріміз әртүрлі. Қазір басқа не бар екен қарап шығайық. Мына жерден вид өте күшті екен. Нелердің қонып жатқан шарларды көруге болады. Мына жерде терраса отырып шай ішіп тамақ ішуге болады. Керемет те. Ар жағынан шарларды көріп отырып шай ішіп отырмын. Мына жақта автодомдар. Олардың кіретін жағы бөлек. Бұларды да қарап өтейік. Бұлар енді бірнеше күннен бері жатқандарға дөңгелектерін көтеріп қояды. Тоқтарын тығып, батарейкелерін зарядтап. Үлкені бар, кішісі бар. Мына жерде күшті жақсы вид бар екен.
Бәрі машинасы өте ескі ау деймін. Не машинамен жүр екен? Пожарный машина сияқты. Біздің тап төбемізге қонады ау қазір. Біздің кемпингтің тап алдына келіп тоқтап жатқан сияқты. Осы жерге қонды ау. Қол шапалақтап жатыр ғой, тоқтаған ғой. Обзор жалғастыра берейік. Мына жерде кухня, ыдыс-аяқ жуатын жер, іште ішуге болады. Мынандай газовкілер, айгаздың тамақ пісіре бересің үстіне. Бассейн, кішкентай болса да бассейн бар. Бұл жақта туалет, душ, бәрі жасалған. Осындай шағын бір. Сен балам қаяқтансың? Екібастұзда. Екібастұзда? Молодец. Папа, мама осында. Жаңағы 14-ші регион сол Екібастұз болып тұр ғой. Не істейміз Гүлдана? Чай ойнаймыз. Таңғы 6 уже шарлар бітті. Қонып жатыр почти. Аз. Көбі қонып азы қалды. Осы жерге отырып алып, күшті бір шай ішсек. Сосын арғы арта жол жүреміз. Мына қазір көріп тұрғаныңыз бұл қамал. 3 хисар, яғни түркше 3 хисар дейтін қамал. Бұл қамал болғанда бұл қолдан жасалған жоқ. Бұл негізі бұл жерде вулканический туф дейді ғой. Содан жасалған ғой. Мына жердегі бәрі, мына көрген тау сияқты көргендерінің бәрі бұл вулканның қалдықтары. Орысша туф деп аталады, қазақшасын білмедім қалай екенін. Бұл негізі өте жұмсақ материал. Бұның кәдімгі шегемен, балтамен сындырсаң, сынады кәдімгідей. Ал жаңағы 3 хисар деген, ол сона Рим заманынан бұрын пайда болған нәрселер ғой. Римдіктер бұны ішін ойып, қашауменен әртүрлі бөлмелер жасаған, қоймалар жасаған, адам тұратын жерлер жасаған. Бертін келе ол қамалға айналған. Себебі ең биік нәрседе арабтардан қорғанған. Енді ол кезде кілең садақпен атсады ғой, көбінесе садақ, қылышпен. Сондықтан бұған көп зарар бере алмаған қамалға. Бірақ бертін келе бұл жерде селчуклар, яғни түріктер жаулап алғаннан кейін түріктердің қамалы болып қалған. Бірақ енді қару жарақ шыққаннан кейін, зеңбірек шыққаннан кейін бұның бұл тез бұзылып қалды, зеңбірек атқандан шашылып қалды, егер шынын атақ. Бұл уже қамал болудан қалған. Тек осындай үй немесе қойма ретінде қолданған екен, 3 хисар дейтін. Бұл жерде бәрі бұрынғы вулканнан қалған туфтар. Төмендегі қаланың көп жерлерінде осындай тауларда қашап-қашап жасаған үңгірлер бар. Үңгірлер, қазір олардың көбі музей, ал қалғандары гостиница ретінде халыққа көрсетілуде. Яғни сіз ақша төлеп те ішінде қала аласыз. Гостиница бүткіл условиясын жасаған бәрі.
ısınsın, teneffüslerim sızlar, yanlarımda ısınsın, teneffüslerim sızlar. Ay dolu gün dolu, öptüm sen. Достар, қазір біздер Эрзурум қаласынан шығып бара жатырмыз. Кешке келдік. Сол Каппадокиядан шыққаннан тоқтамай жүріп Эрзурум қаласына келдік. По-моему, бір 700 километрдей ма, 800 километр болады. Бірақ ұзақ жүрдік, енді шаршадық, келіп жетіп. Енді мұн жақта негізі ондай кемпингтер жоқ. Бұл жақ негізі Эрзурум дейтін Түркияның шығысындағы ең ірі соңғы қала. Бұдан кейін ар жағы Грузия. Қазір бір 300 километрден кейін Грузияның шекарасына өтуіміз керекпіз. Ал Трабзон туралы айтатын болса, ол Қара теңіз жағалауыменен өтетін ірі қала болса, Эрзурум бұл ішкі Анадолы, яғни ортасынан өтеді десек те болады. Түркияның ортасындағы шеткі қала, шығыс жағындағы. Эрзурум өте салқын негізі. Біздер түнде де жаздап тоңдық. Бұл жақта қыс қалың болады. Бұл жақтың өзінің кәдімгі Шыңбұлақ сияқты қыста лыжный курорты бар. Шаңғы теуі болады бұл жақта. Жаңа кіріп келатқанда жазылып тұр. Бізде 2025 жылы Эрзурум Түркияның туризм астанасы болады деп жарияланған екен. Яғни туризмге көп фокус, көп внимание бөлетін болып тұр ғой келесі жылы 2025-те. Бұлай қала әдемі, таза, ағаштары, газондары бәрі қырқылған, кесілген, тазаланған, үлкен торговый центрі бар екен. Сол жерде кеше біз бір национальный паркке қарап жүріп қондық. Қасында туалеті бар, бәрі бар. Тамағымыз іштік. Қасымызда басқа түріктер, яғни жергілікті халықтар пикник жасап отырды, бірақ олар ешқайсысы қонған жоқ. Олар кешкі сағат 12-ден кейін уже кетіп қалды. Біздер сол жерде қондық. Ешкім ештеңе деген жоқ. Рахат, кілең сасына, айналамыз таза ауа. Енді бүгін бұйырса, біздер қазір Грузияға асап баратымыз. Грузия менен шекарада бір кішігірім қалашық бар, түрік көзі дейтін. Атты да сол үшін қойған болар. Көзі бұл, түріктің көзі қарап отырады деген сияқты. Сол қала шамамен бір 300 километрдей есеп бойынша. Ар жағына Түркия, Грузия өткесін тағы да анықтама береміз ғой. Пойызбен әлде самолетпен тағы шығамын жолға, артамың шақырым өткен, бұрылып оңға солға, аралап әрбір жерді қайтатын уақыт келді. Вокзалмен әлде аэропортпен өтемін билет қолдан, алды алыс жол, мен үйге қайтам, сенші шын айтам, көңілім жайсам, салған әнің сол, мен үйге қайтам, кең дала байтақ, шопыр жыр байқап. Sevgi dolu günlerimde bu yolda geçti, indi dolu gözlerimde bu sevda bitti. Dostlar yaman vurdu, yüreğimi kırdı bile bilsem, ama ümidimi üzmedim, yolumda gül anam, anam tek sen. Алды алыс жол, мен үйге қайтам, сенші шын айтам, көңілім жайсам, салған әнім сол, мен үйге қайтам, кең дала байтақ, шопыр жыр байқап.
Біздер қазір Грузиядамыз. Грузия шекарасын 15-20 минут өттік, ешқандай проблем болған жоқ. Мен сіздерге картадан көрсетейін дегенім. Негізі Грузияның екінші жолы бұл, Түркияға байланысы бар, шекаралық байланысы. Біреуі өзіміз білетін стандартный Батумиден өтетін жол, ал мынау өте непопулярный. Бұл жерге таулы тасты жер, серпантины көп ешкім келемейді. Және бұл жақтың ар жағында қазір Боржоми, бір сағат 20 минутта Боржоми. Жолдарды андай үлкен автотрасса емес, осындай таулы жерлермен жүреді. Сондықтан қатты популярный емес, бірақ біз тұрғанда 5-6 жүк машинасы болды, легковой практически болған жоқ. Сол өзіміздің жолымызбен өтіп кеттік. Түркияда қанша жүрдік? 4-5 күн жүрдік қой, сонда маған примерно 18 000 теңгедей штраф келіп тұр екен, яғни за превышение скорости. Соны төледім, прямо доллармен ала берді. Мен бүткіл лираның бәрін бітіріп тастап едік. Доллар қалды дедім, жақсы, доллармен де ала береміз деді. Доллармен төлеп, все болды уже. Қазір кетіп бардық Грузияға. Өзің сыйла, мен жұртыңнан мен өзіңді қима, бап-бара. Ұнамаса өнімді, жазым қойма, нашымды. Давайте. Тики-так-так-так, часики идут, идут. Тики-так, тики-так, ноги часиков миг-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так, тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, идут. Всем привет, ребята! И сегодня мы будем открывать Mr. Feastables шоколад. Открываем. Нормально держи. Да ё-моё! Так держи. Это самое АСМР. Оу май гад, говорят, это самый вкусный шоколад в мире. Посмотрим. Пробуем. Я твердый. Нет, это классический, обычный. Мне не понравилось. Это этот, как там? Нет, подождите. Короче, самый лучший шоколад в мире это Кит-Кат. Знаете. И Милка это как казахстанский шоколад и еще горький. Все. Короче, всем пока. Чё? Сейчас я доем. Такой красный. Джордан? Шоколад, да? Угу. Кит-Кат? Ну такой красный. Короче, да. Красный такой же. Да. И это мой любимый. Да. Всем пока. Құрметті саяхатшы достар, біздер Боржомиге барып қонамыз деп отырып, Грузия шекарасын өттік. Грузияның шекарасын кешкі 6-да өттік, яғни жергілікті Грузия уақыты бойынша. Сосын қарап тұрмыз, сағат 6 болды, күн әлі жоғарыда. Қазір қона саламыз ба, әлде жайлап границаға дейін жүре береміз бе деп ойладық. Себебі мынандай бір хабар келді, ертең сағат 10-дан бастап осы жақта бір туннел бар екен, верхняларсы, соны жабады екен, яғни объездоймен өткізеді екен. Мүмкін әлгі пробка болып қалама деп ойлап, таңертең
егер Боржомида қонсақ, таңертең 10-ға дейін ол жерге үлгереміз бе, үлгермейміз бе? Сондықтан не де болса граница жақындап барып қонайық. Өзіміздің баяғы Никита досымыз бар, соған айтайық. Бір бөлме болар, гостиницасы жазып едік. Иә, гостиница бір бөлме бар, келіңдер деді. 4 сағаттық жер екен. Содан не керек? Тез шешім қабылдадық. Сағат кешкі 10-ға дейін болармыз деп ойладық та басып кеттік. Шаршаған жоқпыз. Сол 10:30-10:40-тарда келдік, жолда тоқтадық, заправка жасадық. Сол мына енді қазір бүгін четверг қой, таңғы сағат 7:30-да шығып кеттік. Қазір границаға да келе жатырмыз, мынандай әсем табиғаттарын тамашалап. Грузияның осындай смотровой площадкасы бар ene бір жерде. Адам толып тұрады негізі былайғы уақытта. Қазір таңғы сағат 8 ғой почти. Ешкім жоқ. Күшті жер. Бұйырса енді тезірек шекарадан өтіп кетіп, Россияға өтсек деген ниетіміз бар. Россия границасына өттік. 3 сағатта өттік. Негізі жергілікті сағат 9-да бұларда пересменка болады екен. Біз сол уақытқа тап келдік. 9-дан 9:30-ға дейін просто тұрдық жарты сағаттай. Сосын жайлап өттік. Ешқандай ештеңе болған жоқ. Дрон бар ма деп сұрады. Квадрокоптер бар ма деп сұрады. Жоқ дедік. Ананы ашты, мынаны ашты. Сосын жақсы деді, жіберіп қойды. Иә, бірінші рет кішкене ашыңқырады. И то бәрін емес. Жартысын шартқызды багажында. Бірақ енді дұрыс қоларында жұмысы. Сонымен қазір аман-есен Россияға кіріп келе жатырмыз, Владикавказ. Біз бұл жақта көп тұрмаймыз, жайлап жүре береміз. Себебі кеш батқанға дейін, түнге дейін Астраханьға барып қонуды ойлап отырмыз. Ол да бірталай жол. Астраханда Самат деген біздің жолдас жігітіміз күтіп отыр. Бұйырса соның үйінде боламыз. Жайлап асықпай барайық енді амандығын. Жол амандығын берсін. Не ғой, видео жасап жатырмын ғой. О, как раз дейтін Ясминнің жақсы көретін тамағы. Біздер былтыр видео жасағанбыз YouTube. Енді биыл да сол YouTube жасайық деп видео түсіріп жатырмын. Біздер қазір Самат деген менің өте жақын таныс досым, соның үйінің отбасына келіп жатырмыз. Мұндай күшті бізге түнгі 11-де Динара жолдасы, қандай күшті балалары бар. Сразу нетіп кетті да, ойнап кетті. Как будто күн сайын ойнап жүрген сияқты. Мынандай түнгі 11 болса да дастархан керемет, шаршап келдік қой. Біздер 10 сағат жүрдік почти.
аяғым дүрлеп тұр бар ғой, қазір осы тұрғанда бар. 10 сағат осынан Краснодарға дейін жүресің ғой, неге сол Крымға? Мен 10 сағат қой, біздің оның енді жолда тұрасың, анау бар, заправка. Границада тұрасың. Мына орыстардың границасы вообще, қаншама границаны өттік та. Мынау дейтін самый жесткий кәдімгі против человечества жасаған бір граница сияқты бар ғой, өздері қинай ма. 9-да пересменка болды, шатдаун да бәрі. 1 сағат тұрасың ана жерде. Ол не пересменка, мына отырдың ғой компьютерде, сен де келіп отыр, ана отырып кетті болды ғой да. Сен Атырауский біздің Қазақстанның границасын айтшы. Біздер бөлек, когда эвакуация болды ғой, сол біз бастап. Біздер Лексуспенен артқа 7 чемодан балдарменен границаға келдік қой. Енді ана забордан кірер кезде сразу айтады да, чемоданымды шығардыңдар да, ана жаққа алып бардыңдар зданияның ішіне. Мен мыналар күлтай баламен әйелім қалай алып барып 7 чемодан. Мен өзім алып бардым, жоқ, сен бара алмайсың дейді. Сен водитель ана жаққа барып жүрсің. Онда шығармаймын дедім мен. Жоқ, обычно машина грузмен бөлек өтеді, пассажир бөлек өтеді ғой. Бір кездері Атырау сол неге Атырау жағынан кәдімгідей адамды грузбенен шығарып ерке отырсыңдар. Мына мен оператор, продюсер, режиссер. Күшті, осындай үйге осындай кәдімгі атмосфера сағынасың ғой кейде кәдімгі. Есікке қантыққа саған беремін. Окей. Зулап өмір өтер, жастығымды құртпа бекер, біреу келіп, біреу кетер. Таңын атып күнің өтар. Бүгін жұма, 16 август. Біздің саяхатымыздың 35-ші және бұйырса соңғы күні. Қазір Астраханнан шықтық. Саматтың үйінде болдық, күшті уақыт өткіздік, әңгіме айттық, бұрындағы әңгімелердің бәрін қайтын қопарып, таныстардың кімнің қайда істеп жатқаны туралы кішкене. Саматтарда өздері де көшіп барады екен Абу-Дабиге, бұйырса жол болсын дейміз. Мына квартирада енді 1-2 аптаның ішінде болар, босататын болар, шықса, визалар шығып, бәрі нормально болатса. Квартиралары кең, балаларымыз ойнады, танысып. Әйтеуір күшті ұйықтап шықтық. Бүгін енді сол жұма таңертең бұйырса біз қазір кетіп бара жатырмыз. Красноярға жақындап қалдық. Астраханнан өттік. Енді алдымызда бұйырса Қазақстан. Қазір шекара жақындағанда белгілі болады ғой, жағдай шекараның қандай екен. Өткенде бір хабар келген. Плотина туралы жұмыс жасап жатыр, ремонт жасап жатыр деп, ана Россия менен Қазақстан арасында өзен бар ғой, сол өзен қиғаш. Сол жерде плотинада бір ремонт жасап жатыр, мүмкін транспорттарды кептеліс болуы мүмкін деп. Көреміз қалай болатынын. Қазір Красноярға жақындаймыз. Красноярдан ары қарата понтонный мостпенен бұйырса шекараға кетеміз. Күнім мен түнім ауысып, жарықпен бірге жарысып қайттым үйге. Олай болмайды. Күнім мен түнім ауысып, жарықпен бірге жарысып қайттым үйге. Достар, біздер Қазақстандамыз. Границаны өте тез өттік. Білмеймін, бір жарты сағатта ма 40 минутта өтіп кеттік. Ешқандай прок болған жоқ. Қазақстан жағы тіпті боп-бос 5 минутта өтіп кеттік.
мен негізі газым бәрі бітіп жатқан. Сол Қазақстан границасын шыға сала қазақтың газын құяйын деп тоқтадым ғой. 64 литр екен бензин, газдың литрі. Қымбат соң десе. 20 литр құйып алып, қазір ганишкенің ішіне барып, нормально сол өзіміз 55 теңгеден құярмыз деп. Европада әчешті центпенен 50-60 мыңға толтырасың ғой газды. Мұн жақта енді границаның алдында қымбаттатып қойған ғой өздерінше. Енді бұйырса осы жол, бірақ бұл жол кішкене ұзақтау болады, себебі ограничение 60 деп қойған, енді 60-70 пен жүргеннің өзінде де 3-4 сағаттай уақытта. Айналдым туған халқымнан, әсем нар тұлған. Шағалалар шарқ ұрып, сені ән қылған. Бақ дәулеттің артылған, тұла бойың алтын. Найзағайдай жарқылған биік қаққанда, Сезімнің шалқарысың, жотадай арқалы. Елімнің арқауы үшін көрінші сол қалпында. Атырау қалам, абырой мақтанышым, аспанда жүр шаттаусың, жеріңе бағдарысың. Нұр қалам менің, жыр қалам менің, мерейім боп мақтанысың. Шақыра берші жайнай көшіп, келешекті Құрметті достар, сонымен біздің Атырау-Париж Атырау автосаяхаты тәмамдалды. Бұл видеоны сіздерге үйден түсіріп тұрмыз. Аман есен барып келдік. Осы уақытқа дейін шығарылған барлық түсірімдер сіздерге ұнады деген ойдамыз. Енді қазір сіздерге көптен сұралған сұрақтардың бірі, қанша шығын жараттық, сол туралы біраз айтып берейін. Шығын туралы айтар болсақ, алдымен мына бір нәрсені ескергеніміз жөн. Шығындар екі түрлі болады. Біреуі тұрақты шығындар, біреуі ауыспалы шығындар. Тұрақты шығындар дегеніміз бұл сіздерге тәуелді емес, яғни сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да төлеуге мәжбүр шығындар. Мысалы, жол ақысы, виза, билет деген сияқты. Ал ауыспалы шығындар ол енді тек қана сіздің және сіздің семья мүшелеріңіздің талғамы мен таңдауына байланысты. Яғни, мысал берейік, біреуі күніне 2 пачка темекі тартатын болса, біреуі күніне 5 капучино ішеді. Біреу гостиницада қалуға ұнаса, біреу кемпингте палаткамен де жата береді. Сол сияқты бұл жерде ауыспалы шығындар, яғни біздің шығындарымыз бен басқа бір семьяның шығындары екеуі екі бөлек болады. Сіздердің назарларыңызға қазір экранға біздер өзіміздің тұрақты шығындарымызды жазып көрсетеміз. Яғни бұл жерге жанар жағар майдың шығыны, визаның шығыны, алған автостраховкаларымыздың шығыны, ақылы жолдардың шығыны, тағысын тағы мәжбүрлі төлеуіміз керек болған шығындардың есебін шығарып береміз. Көргендеріңіздей, біздің жанар жағар майымыз тек қана газбен жүргендіктен өте экономды болды. Егер бензинмен баратын болсаңыз, бұл меніңше бір 40-60%-ға көбеюі мүмкін. Енді біздің келесі саяхаттарымызда бірге болыңыздар. Атырау Номадс клубына жазылыңыздар. YouTube парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі талай жақсы саяхаттарда жүздескенше.